Астанада жүрегімнің жеңімпаз атты қайырымдылық марафон өтті. 4000-нан аса адам таңертең экспо алаңын бетке алып, Қазақстандағы трансплантологияға қолдау білдірді. 12 жыл бұрын елімізде ең алғаш рет жүрекке трансплантация жасалған еді. Отандық ірі технологиялық Каспий KZ компаниясы бұл үлкен миссиядан шет қалмады. Ол ағзаларды тасымалдауға көмектесетін су жаңа құрылғыны жасауға көмектескен екі демеушінің бірі болды. Толығырақ тілші сюжетінде. Қазақстандықтар осындай жүгіру шарасы арқылы бүйрек, бауыр, өкпе мен жүрекке күрделі емді қажет етіп кезекте тұрған адамдарға қолдау білдірді. Ұйымдастырушы Heart Center Foundation өкілдері бұл өмірді өзгертетін марафон дейді. Дәрігерлер 12 жыл ішінде Еуропияның жетекшілігімен 97 жүрек трансплантациясын жасаған. Ал қазақстандық Каспий KZ инновациялық компаниясы да бұл ауқымды қайырымдылық шарасынан тыс қалмады. Дәл осы ірі инновациялық компанияның қолдауымен ғалымдар ағзаны бір тәуліктен астам денеден тыс ұстауға мүмкіндік беретін жаңа әлем құрылғысын жасап шығарған. Белгілі кардиохирург Еуропия Каспий KZ-ке бұл көмегі үшін тек қана алғыс дейді. Я думаю, что менің ойымша біздің қоғам әртүрлі болғанымен мақсатымыз бір – гүлденген Қазақстанды құру. Бүгінгі шарадан кейін кейбір адамдардың ой пікірі өзгеріп, донорлыққа келісім берсе, бұл жақсы нәтиже. Қайырымдылық шараға ерлі-зайыпты отбасылар да қатысқан. Арман Боздаев бүйрек трансплантациясына кезекте тұр. Уақыт аз болғандықтан қаржы жинап, ота жасатуға шетелге аттанбақ. Жары қолдан келгенше қолдау көрсетіп, жарыста 3 шақырымға жүгірді. Бүгінгі жарысқа әйеліммен келдім. Маған жүгіруге болмайды, әйелім жүгіреді. Мен мұнда халықпен танысып, түрлі эмоция алып жүрмін. Әрине, менің де жүгіргім келеді, саяхаттағым келеді. Бірақ өкінішке қарай, әзірге ол мүмкін емес. Қайырымдылық жарыстың тағы бір қатысушысы Есен Вайленов. Ер адам 5 жылдан бері бүйрек ауыстыру кезегінде тұр. Диагнозым сылтау емес. Бұл жарысқа 2-ші жыл қатысудам. 10 шақырымды бағындырдым. Менің мүгедектігім ол жай қағаз жүзіндегі анықтама. Ал гемодиализ тек процедура. Керісінше осындай шаралар арқылы адамдар үміттерін үзбеуі тиіс. Қатысушылар 3 қашықтық бойынша бақ сынады. Бірі 3 және 10 шақырымға жүгіріп жарысса, енді бірі 1 шақырымда болсын бағын сынап көрді. Ұйымдастырушылар тәжірибесі жоқтар үшін 1 шақырымда жүгіру мүмкіндігін енгіздік деді. Елдегі трансплантация мәселелеріне халықты тарту үшін сол жағалаудың орталық көшелерімен 4000 қатысушы жүгіріп жүр. Өйткені бізде осындай керемет кардиохирургиялық орталықтар, осындай керемет мамандар, органдарды ауыстыруды қажет ететін көптеген адамдар бар. Қазақстандық ірі инновациялық Каспий KZ компаниясының қызметкерлері де кәдімгі кәсіпқой спортшылардан қалыс қалмады. Олар 3 және 10 шақырымда бағын сынап, қайырымдылық акцияға қолдау білдірді. Осы біздің Каспий KZ-міздің арқасында, Каспий спортты дамытудың арқасында 2018-ден бері қатысып келсем, былтыр Алматы марафонда қатыстым. Биыл міне жүрегімнің жеңісі атты шараға қатысып жатырмыз. Өте жақсы. Өзімді өте жақсы сезініп тұрмын. Үздік нәтижеге емес, өзіміз үшін жүгірдік. Ауа райы керемет. Жарысқа қатысушылардың эмоциялары керемет. Жүгірумен қатар барлығын бірге алып жүру енді өте қызықты. Денсаулыққа да пайдалы. Болашақта осындай пайдасы мол іс-шаралардың көбеюіне біз только қуанамыз. Жарыс соңында қатысушылардың барлығына арнайы медальдар мен сый-сияпаттар берілді. Ұйымдастырушылар келесі фестивальді де естен кетпестей өткізуге уәде берді. Өйткені қатысушылардың әрқайсысы өз жүрегінің жеңімпаздары.